Өт қабын алдырту қандай күтімді қажет етеді? Адамға дәмді тағамды сүйсіне жеу, оны аңсау тән нәрсе. Бірақ тамақ қанша дәмді, тәбетті тартып тұрса да, оны тәртіппен жеген жөн. Әйтпесе ретсіз ішіп жеуден, тоя тамақтанудан, тамақ іше салып ұйқыға бас қоюдан, тағы басқа зиянды әдеттерден өт қабында тас пайда болып, ақыр соңында оны алып тастау қажеттілігі туындауы мүмкін. Ал бүгінде осындай себептермен өт қабынан айырылғандар аз емес. Сенесіз бе? Жылына шамамен 250 мың адамға осындай операция жасалады екен. Операциядан соң өт жолдарын өт қабынсыз жұмыс істеуге үйрету керек. Осы орайда негізгі 4 ережені қатаң ұстанған жөн. Бірінші ереже – дәрілік терапия. Ол ағзаны өт қабынсыз жұмыс істеуге бейімдейді, оңалтады. Ұйқы безі, асқазан, ішектер, бауыр, өт қабының қалыптасуынсыз жұмыс істеп қалыптасады. Бұл әсіресе операциядан соңғы сағат күндерде маңызды. Дәрігер тиісті дәрі-дәрмекті тағайындауда жаңылмауы керек. Екінші мәселе – ол әрине тамақтану режимін қатаң ұстау. Ол жиі әрі бөлек-бөлек болуы керек. Операциядан кейін алғашқы күндері әр 6 сағат сайын тек жарты стаканнан сұйық тамақ ішіледі. Газсыз минералды су, қою емес шай, қышқылдығы аз шырындар және тағы басқаларды ішуге болады. Соңғы тамақ ұйқыға жатардан 2 сағат бұрын ішілуі тиіс. 1-2 апта бойы қабылданатын сұйықтықтың мөлшері 1,5 литрден аспауы керек. Үшінші мәселе – диета ұстану. Алғашқы 1 айда ұйқы безіне, асқазанға, ішектерге, өт жолдарына салмақ түсірмейтін тамақтарды 50-100 грамм мөлшерінде ішу керек. Май жеуге тым майлы, қуырылған, ысталған, ащы, маринадталған астарды жеуге тіпті болмайды. Жемісті де жемеу керек, өйткені оның өт қуатын қасиеті бар. Қара нан, сарымсақ, құймақ, торт, балмұздақ атаулыға жоламау керек. Бұл әрине операциядан кейінгі қойылатын талаптар. Кейін түрлі тағамдарды жей беруге болады, бірақ абайлап жеген дұрыс. Ал суды 2 литрге дейін ішуге болады. Мұның бәрін емдеуші дәрігермен кеңесіп отырып істеу керек. Жалпы, қай кезде қандай диета ұстану керектігін емдеуші дәрігермен кеңесіп отырған жөн. Төртінші мәселе – арнайы бандаж кию. Немесе құрсақ аумағының бұлшықетін жетілдіру мақсатында арнайы жаттығулар жасау. Жаттығуды 1-2 айдан соң бастайды. Шалқалап жатып, 200-300 граммдық салмақтағы затты тыныс алу кезінде қарын бұлшықеттерімен көтеріп түсіру арқылы жасаймыз. Велосипед жасауға, денені оңға солға бұруға да болады. Ескеретін нәрсе, дене салмағы қалыпты болуы керек. Еден, ыдыс жуу, тағы басқа үй шаруаларымен алғашқы кезде айналысудың қажеті жоқ. Оның кесірі тиюі мүмкін. Ал шипажайға тек операциядан 1 жыл өткеннен кейін ғана баруға болады. Онда да емдеуші дәрігер қажет деп тапса. Міне, жарамсыз өт қабынан құтылған адам қалыпты өмірге осындай тәртіптерді сақтай отырып келеді. Бүгінде өт қабын операция жасау көбіне эндоскопиялық жолмен іске асырылуда. Пациент ауруханада ұзақ жатпайды. Сондықтан мұндай адамдар жоғарыда аталған жағдайларды есте сақтағандары жөн. 1 жыл шыдаса, төссе, тиісті ережелерді ұстанса, көп ұзамай-ақ ол өзінің өт қабы жоғында ұмытуы әбден мүмкін. Ақпарат кәделеріңізге жарасын, дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар.